Сәлеметсіздер ме, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін денсаулыққа пайдалы әрі дәмді болып шығатын қайнатпа көже әзірлейміз. Алдымен етімізді жақсылап жуып тазалап аламыз. Осындай сүйектерді арнайы сорпаға деп әзірлеп қойған болатынмын. Жуып болғаннан кейін ыдысымызға салып, етіміз батып тұратындай етіп су құямыз және де газдың астын жағып қайнатуға қоямыз. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта қарапайым әрі дәмді болып шығатын рецепттермен бөлісетін боламын. Суымыз қайнағанша көкөністерімізді аршып, жуып дайындап аламыз. Осы арада міндетті түрде сорпаны қарап тұру керек, көбігі тасып, тарқап кетпесін. Сорпамыз қайнағаннан кейін көбігін жақсылап алып шығамыз. Және жарты сағатқа қайната береміз. Жаңағы тазалап алған көкөністеріміздің барлығын турап дайындаймыз. Сорпамыз жарты сағаттай қайнады. Тағы да осындай көбік шығуы мүмкін. Шығып жатқан жағдайда тағы да алып тастаңыздар. Және қысқа қатырып қойған тәтті бұрыштарымызды саламыз. Және де барлық туралған көкөністерімізді саламыз. Осы уақытта газдың астын қатты қоямыз, себебі қайнап жатқан кезде қайнауы басылып қалады. Қайтадан астын баяу етіп қойып, піскенше бетін жауып қойып қоямыз. Лавр жапырағы болмаса дәмдеуіштер де қоссаңыздар болады. Сорпамыз қайнап жатқан кезде кеспеміздің қамырын дайындаймыз. 2 жұмыртқаға тұз, ұн салып, сәл қаттылау етіп қамыр илеміз. Ұнды бірден салмай, аз-аздап салыңыздар. Қатты болып қалса да жаюы қиындап кетеді. Қамыр жұмсақ та болмау керек. Жұмсақ болса кеспеміз ойдағыдай шықпайды. Міне қамырымыз сәл қаттылау етіп дайын болды. Қолдың жұмыртқасы болғандықтан қамырым сап-сары әдемі болып шықты. Енді оны 15-20 минутқа бетін жауып, немесе пакетке орап қойып қоямыз. Осы арада міндетті түрде сорпамызды қараймыз. Қатты қайнап кетпесін, немесе баяу болып қайнамай қалмауы мүмкін. Қамырымыз дайын болды. Енді аны жайып шығамыз. Жайылған қамырды шетінен ораймыз. Немесе ұзынша етіп кесіп, майдалап етіп турасаңыздар да болады. Барлық қамырды осылай майда етіп кесіп шығамыз. Қолдан жасалған кеспе өте дәмді болып шығады. Барлығын кесіп болғаннан кейін осылай арасын босатып қоямыз. Сорпамыз пісті. Енді ішіндегі сүйегін бөлек тарелкаға алып, кішкене суытып, майдалап етіп, турап дайындап қоямыз. Қайнап тұрған сорпамызға кеспемізді саламыз. Міндетті түрде араластырып тұру керек. Барлық кеспемізді салып болғаннан кейін бір қайнатып, 3 минуттай қатты отта қайнатамыз да, содан соң бетін жауып, 5 минутқа қойып қоямыз.
Неге сорпамыз дайын болды. Менікі осындай сәл қоюлау, себебі балдарым осындай қою кеспесін жақсы көреді. Сұйық болсын десеңіздер, бір жұмыртқаға елесеңіздер де болады. Сорпамызды құйып, бетіне туралған етімізді саламыз, және де дастарханға апара берсеңіздер болады. Пиязбен немесе қызыл бұрыш, қара бұрышпен де берсеңіздер өте дәмді болады. Қазіргі күннің салқынында осындай ыстық сорпа әзірлеп беріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.